Соңғы жолы осы рилста майысып қалған 15 граммдық лав браслетін біз қалай шештік, сол туралы мен осы рилста бөліскім келіп тұр. Жалпы бізден оралдық клиентіміз 15 граммдық лав браслетін заказ берген болатын. Ол кісі браслетті қолына тағып жүріп, үй жұмысын жасап жүрген кезінде майыстырып алады. Маған жазады сразу: бота, мен майыстырып алдым, не істеймін деген сияқты. Мен айтам, қорықпаңыз, барлығы нормально, маған қайтадан беріп жіберіңіз, мен қайта новый жасап беремін, или басқа бұйым жасап бере аламыз деп ол кісіге айттым. В общем, ол кісі қайтадан браслетті маған береді. Мен Ереванда браслетті қолыма алып, ювелирға өткіздім, ювелир қабылдап алды, и ол кісі осы Булгаридің бір орамдық серпентик коллекциясынан 18 размерде 750 пробада 0,30 караттық натуральный бриллиант тастармен кольцо заказ береді. Және де ол кісі 815 мың теңгеге браслетті алған болатын, кольцосы 770 мың теңге болды. Получается, біз 43 мың теңге ол кісіге доплата жасадық. Кольцосы дайын болды, кеше дайын болған кольцосын ол кісіге полный видео обзорын жібердік. 18 размермен 6-7 граммдық арасында шығады деп айтқанмын. 7,55 грамм побольше граммен шыққан, 0,30 каратмен, четкий жұмыспен ол кісіге 43 мың теңгесін қайтарып бердік. Барлығы окей. Осылай біз өзіміздің клиентімізбен отношенияны дольше сақтау үшін мәселені шешкен болатынбыз.